Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Меруерт Балмаханова. Осы аптаның маңызды жаңалықтарына назар салайық. Атырауға арнайы сапармен келген Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев Астрахань-Маңғышлақ магистральды су құбырының 5-ші су сорғы станциясында болды. Бүгінде магистральды су құбыры Атырау облысының Құрманғазы, Исатай және Жылой аудандарының тұтынушылары үшін су нәрінің жалғыз орталықтандырылған көзі болып отыр. Сондай-ақ мұнайлы өңірдегі теңіз кеніші де осы құбырдың суын пайдаланады. Алайда көп жылдан жөндеу көрмеген су құбыры жөндеуді қажет етеді. Салдарынан оның су өткізу қабілеті тәулігіне 110 мың текше метр болып отыр. Бұл екі өңірді тіршілік нәрмен қамтуға аздық ететін даусыз. Осыған байланысты компания магистральды су құбырын жаңғырту жобасын қолға алмақ. Жоба ұзақ мерзімге арналған және кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын болады. Келесі жылдың аяғына қарай біз қосымша 90 мың куб су қосымша берілетін болады. Бұл өте үлкен жоба. Сондықтан да әрине тек Атырау ғана емес, Маңғыстау облысына да су келеді деген сөз. Сонымен қатар Маңғыстау облысында тағы да екі жобамыз бар. Бірінші жоба бұл Қаражанбас кен орнындағы су тұщыту зауыты. Оны біз жақында іске қостық. Оның жалпы қуаттылығы 17 мың куб тәулігіне. Қазір 10-12 мың кубқа дейін жеткіздік жаңағы соның деңгейін. Проект рассчитан на... Жаңғырту жобасы 3 жылға есептелген. 2021-2024 жылдар аралығы. Кесте бойынша келісім шартқа сәйкес 2023 жылдың аяғында бітіру жоспарланып отыр. Атырау мұнай құбыры басқармасы, Орал желілік өндірістік диспетчерлік станциясы, Сахарный мұнай қыздыру станциясында отандық инновациялық қыздыру пеші пайдалануға берілді. Жаңа отандық қондырғының ашылу салтанатына Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев, Қазтрансойл акционерлік қоғамы бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары Сабит Аранов, мердігер ЗКМК акционерлік қоғамы бас директоры Азамат Битурин және Атырау мұнай құбыры басқармасының басшылығы қатысты. Жаңа салынған отандық ППН-10 қыздыру пеші жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар автоматтандырылған құрылғы жұмыс процесін едәуір жеңілдетеді. 50 жыл тарихы бар Сахарный мұнай қыздыру станциясы Өзен Атырау-Самара магистральды мұнай құбыры бойында Ресей шекарасына дейін батыс мұнайын тасымалдауда маңызды рөл атқарады. Мұнай қыздыру станциясының пешін салған Оралдық ЗКМК акционерлік қоғамның сапалы құрылғылар мен сапалы өнімдері елімізден бөлек алыс жақын шетелдерде де етене таныс. Жергілікті кәсіпорын станция пешін жобалаудан бастап дайындау, монтаждау мен іске қосу жұмысын жүзеге асырды. Отандық мұнай қыздыру пеші барлық сынақтардан өтіп, іске қосылып мұнай тасымал саласында тарихын бастады. Аналогов в регионе и в СНГ нет этой печи. Бұл айрықша пештің аймақта, ТМД елдерінде ешқандай баламасы жоқ. ЗКМК қызметкерлері станция пешін жобалауынан бастап дайындау, монтаждау мен қосуды жүзеге асырды. Әрине, біз жергілікті компанияға алғысымызды айтамыз. Біз бүгін ерекше де өнімділігі жоғары қондырғыны іске қосып жатырмыз. Бастысы жаңа технологиялық пешті қашықтан басқаруға мүмкіндік бар. Орталық аппаратта стратегиялық менеджмент, тиімді басшы ұйымдағы жанжалдарды шешу тәртібі, басқарушылық коммуникация стильдері атты семинар болып өтті. Оған мұнай құбыры басқармаларының бас инженерлері, мұнай құбыры басқармалары бастықтарының орынбасарлары және орталық аппарат департаменті директорлары қатысты. Семинарды мәскеулік доктор Сергей Лити жүргізді. Биылғы қараша айында өткен семинарға компанияның 36 қызметкері қатысты. Олар басшының негізгі дағдылары, стратегиялық басқару, өзгерістерді басқару, қызметкерлерді басқару, шешімдер қабылдау бойынша мәскеулік бизнес әкімшілендіру докторы Сергей Литидің сабағын алды. Компания находится в активной фазе роста, трансформации. Бүгінде сіздердің компанияларыңыздың трансформация деңгейінің даму кезеңінде тұр. Біздің оқу әдісіміз негізінен стратегиялық дамуға арналады. Қатысушылар тарапынан қызығушылығы өте жоғары болды. Оқу өте жақсы, адамға көп білімін берді. Өзінің оқудың өзі психологический оқу, әрбір адам оны деген қиын. Ішінде керек заттарын өзімізге алдық. 3 жыл сайын оқытса жақсы болар еді. Қазтрансойл акционерлік қоғамы бойынша компанияның 25 жылдығына арналған білгірлер арасында КТО квиз және не қайда қашан интеллектуалдық ойындары бойынша құрылымдық бөлімшелер арасында іріктеу кезеңі өтті. Жуырда интеллектуалдық ойындар орталық аппарат пен Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында өтті. Орталық аппаратта өткен іріктеу турына барлығы 6 команда қатысты. Қатысушылар квиз, кино және музыка, не қайда қашан, тағы да басқа турларда түрлі тақырыптардағы сұрақтарға жауап берді. Барлық ойыншылар өте жақсы деңгейде ойын көрсетті және үлкен қызығушылықпен қатысты. Ойын нәтижесінде бірінші орынды Диванная академия, екінші орынды Эрудит және үшінші орынды Лидеры 21 века командасы жеңіп алды. Ойын күшті өтті.
бәсекелестер мықты болды, ойынға рахмет. Ал Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында өткен интеллектуалды ойынды квиз Ақтау қалалық ойындардың ұйымдастырушысы Руслан Шуканов жүргізді. Ойын нәтижесінде бірінші орында Жеңіс командасы жеңіп алды. Құрамда Жетібай мұнай айдау станциясынан Берікқали Өтепбергенов, Рахат Ғизатуллин, магистральды құбырларды пайдалану қызметінен Мұрат Ванов, оқыту орталығынан Айгүл Баймұханова және Гүлфарида Қортабаева ойнаған команда өзінің білімділігін жоғары деңгейде көрсете білді. Екінші орын аппарат басқармасының командасына бұйырды. Үшінші орын жас мамандардан құралған Дома командасы еншіледі. Сонымен қатар сұрақтарға жеке жауап бергендер, яғни мықты буын номинациясында бірінші орынды Берікқали Өтепбергенов, екінші орынды Қанат Сармашев, үшінші орынды Нұржан Әбілғазиев жеңіп алды. Жеңімпаздарды бастықтың өндіріс жөніндегі орынбасары Жақсылық Қаражанов құттықтап, марапаттап, сыйлықтар табыс етті. Ең үздік мықты ойыншылардан жасақталған команда Астана қаласында желтоқсан айында өтетін ойынға қатысып, басқарма намысын қорғайтын болады. Бүгінгі мына басқармада өтіп жатқан квиз зияткерлік ойынына мен алғаш рет қатысып тұрмын. Біздің командамыз бірінші орын алды. Өте қызықты болды деп ойлаймын. Өйткені мына ұжымдағы әріптестерімізді жаңа қырынан танып жатырмыз. Әркім айтқанда өзінің дүниетанымын, білімін көрсете алады және де көрсете алды деп ойлаймын. Осындай жобаға бірінші реттен қатысып тұрмын. Ойындар өте тартысты өтті, әділде де өтті. Қызық болды. Өзімді жалпы осындай жарысқа бірінші рет қатысып тұрмын. Алдағы уақыттарда қуана қатысуға дайын боламыз. Осымен біздің жаңалықтар тамам, амандықпен жүздесейік.